Қалай амансыңыздар ма, тек көрушілер? Біз әдеттегідей тегін сабақ группасы деп бастаймыз. Бұған кімдер қосылу керек? Бұған негізінде жұмыс жасамайтындар, жұмысы жоқтар, ақшасы аз адамдар қосылу керек. Бірақ жұмыс жасап жүрсеңіз де артықшылық етпейді. Жұмыс жасап жүрген адамдарда қосылып көре беруге болады. Бұған сабаққа тіркелесіңіз, сабақ көресіңіз, кейіннен кәсіпкерге өтесіңіз. Бірақ сабақты 1 жыл мен 3 жылдың арасында жігеріңіз жетсе тыңдап көрсеңіз болады. Мен деген кәсіпкер болып шығасыңыз, сабақ оқытады, үйретеді, кәсіпке шығатын уақытта атыңызға дүкен ашып береді. Ішінде өзіңіздің денсаулығыңызға керекті өнімдер бар, соларды қолданасыңыз, ішесіңіз, нәтижесін көресіңіз, сосын басқа біреуге айтуға ыңғайлы ғой, өзіңіз қолданғаннан кейін. Егер өзіңіз қолданбай тұрып, ол өнімді айтып түсіндіре алмайсыңыз ғой. Соның үшін сабақта барлығын түсіндіріп айтады, атыңызға дүкен ашады, сонымен сауда жасайтын боласыңыз. Сіздер сатушы қылып шығармайды, сіздер кәсіпкер қылып шығарады. Дүкен қалтаңызда жүреді. Ол 24 сағат жұмыс жасайды. Сен санаторияда бол, мейлі шетелде курортта бол, қайда жүрсең сонда жүр. Телефоны қалтаңда, кім өнімге заказ береді, тапсырыс береді. Соған өнім алатын силкасын жібересіңіз де, телефонда отыра бересіңіз. Ақша түскенде әр айдың 5 мен 15 аралығында банкоматыңызға ақша түсіп тұратын болады. Оның үшін сабақты мұқият тыңдауыңыз керек болады. Сабақта бәрін түсіндіріп айтады. Сабақ көрмей тұрып, тіркеліп, мен кәсіпкер бола алмайсыңыз. Мысалы, супермаркеттер, үлкен дүкендердің барлығының қожайындары бұрын оқыған адамдар. Оқымай тұрып ешкім кәсіпкер бола алмайды. Сауданы қалай жүргізу екенін де ешкім білмейді. Соның үшін айтып жатқаным, бірінші сабаққа тіркеліңіз, істеп көрейін, бақытым жанып кетер, мүмкін бай болатын шығар, кәсіпкер болармын дейтін адамдар болса, мен төменге WhatsApp нөмірімді қалдырып кеткенмін. Жаңа алдында да бір видео шығардым, жаздым, оны төменге WhatsApp нөмірімді қалдырып кетем деп айтам деп отыр едім. Сол жерде оны удалить етіп жібердім. Соны айтып жатқаным. Төменде WhatsApp нөмірім қалдырам, соған өз еркіңізбен тіркелуіңіз керек. Егер сабаққа тіркеліп көресің, ұнамаса шығып кете бересің. Бұрында да ескертіп біз айтып жүрміз. Ұнамаса сабақтан шығып кетесің, ұнаса сол жерде қалып, ары қарай сабағыңды жалғастырасың, ақшаға шығасың. Бұл тегін ғой, қазір интернет дамыған заман, телефонмен сабақ оқытып кәсіпкер қылады деген бұндай мүмкіндік бола бермейтін шығар. Келешекте бұл керек. Себебі қазір ақшаның барлығы цифрлы ақша дейма, соған өтіп жатыр ғой. Соған осы күннен